Екеуіне бірдей ғашық болып қалсаң, не істеуге болады? Бәріне сәлем, менің құрбы достарым. Менің есімім Санжар Айдар. Кейде өмірде бірден екі жігітке ғашық болып қалған кез болып қалуы мүмкін. Сұрақ оның қалай болып қалғанында емес, енді не істейтінімізде. Көбісі айтып жатады, еш нәрсе істеме. Себебі сен шынымен жақсы көретін адам ешқашан да таңдау алдында тұрмайды. Ой, тағы не дейсің? Түсінесің бе, бұл махаббат, сезім, және бұл жерде барлығы индивидуалды болып келеді. Нақты қатып қалған мынау дұрыс және мына нәрсе дұрыс емес деген ережелер жоқ. Ситуацияларда түрлі болып, сен бірінен бірі асып түсетін ханзадалардың арасынан таңдау жасауың керек болып қалуың әбден мүмкін. Ал сен болсаң кімді таңдарыңды білмейсің. Барынша жақсы жігітті таңдағаннан бөлек, кейін сол таңдауға өкініп қалмау да керек. Қызық болды ма? Онда кеттік. Осындай жағдай болып қалуы мүмкін. Ең бірінші ситуация бұл сенің жігіттің бар болып, көкжиекте тағы біреуінің көрінгені. Сен ол туралы ойлағың да келмейді. Бірақ бұл жағдай сенің басыңа тура ойда жоқта келіп қалады. Осы орайда қазіргі арақатынасты бағалау өте маңызды болып келеді. Егер барлығы дұрыс болса, демек сенің жай ғана ішің пысып кеткен болар. Және сендердің арақатынастарыңды аздап жаңарту керек. Себебі сенің жаңа ашылған ғашықтығың бір аптадан кейін жоқ болып кетуі мүмкін. Сөйтіп бүлдірген нәрселер үшін өкініп қаласың. Ал егер сендерде барлығы ойдағыдай болмай бара жатса, онда бұл болашақ жоқ арақатынасты тоқтатып, жаңасын бастауға деген бір себеп болар. Екінші вариант бұл сенің жігітің бар болып, сені бұрынғы сүйіктің қайтарып алғысы келгенде. Ол бұрынғы сезімдер толығымен өшпеген кезде байқалып жатып, сен оны әлі де жақсы көрген кезде. Сен оны ұмытып барлығы өтіп кетті деп жүрген кезде, бұрынғыдан сәлем. Хей, бұл мен ғой, ұмытылған махаббат. Мені сағындың ба? Ал егер барлығы солай болып қалған жағдайда да, сен өзіңнің бұрынғы жігітіңнен сол бір ханзаданы көріп қалсаң да, онда асықпа. Себебі сендер оның алдында да айырылысып кеттіңдер, және бұған арнайы себеп те болды. Дұрыс қой. Қайтадан сол проблемаларға қайтып келмейтініне күмәнім бар. Ал егер сенде барлығы дұрыс болып, бұрынғы жігітте ойға келе беретін болса, онда оны барынша аз ойлауға тырыс. Себебі уақыт өз жұмысын жақсы біледі. Үшінші вариант, сен бос қыз болып, саған бірден екі вариант ұнайды. Ол нәрсе қайта шындыққа жанасады. Әйтпесе мен бірде сенің жігітің бар, немесе бірде ол бұрын болған деп қақсап кеттім. Өзімше бір фантастиканы ойлап тауып, бәрінің құлақтарына лап шәліп кеткендей. Сен одан да турасын айтсай, міне, саған екі жігіт ұнап, екеуі бірдей сенімен жүргісі келеді. Бірден екеуі, бірден тап қазір. Бірде сен ешкімге керек болмасаң, бірде бәріне қажет болып қаласың. Бұл жалпы айтқанда ең сәтті кез. Себебі сенде таңдау бар. Оларды бір-бірімен салыстырып, соңғы шешімді де өзің қабылдайсың. Кейбір қыздар жігіттермен үмітсіздік болған үшін ғана жүріп, үлкен қателік жасап жатады. Жігітті толықтай танып алмай тұрып. Ал енді сенде түрлі жігіттермен сөйлесу мүмкіндігі бар ғой. Оларды жақсы танып алып, жаныңа жақын адамды таңдау үшін ең бастысы асықпа. Ең соңында біреуі сені таңғалдыру да мүмкін ғой. Немесе басқасымен жақынырақ танысқанда ойда жоқта көңіліңді де қалдыруы мүмкін. Және соңғы төртінші вариант бұл сен өз идеалыңды кездестіріп, оған толықтай қарама-қарсы жігітке ғашық болдың. Мен дәл қазір саған еш жаңалық болмайтын нәрсені айтқым келеді. Әрбір қыз өзіне ханзада болмаса да, оған өте қатты ұқсайтын адамның ғашық болуын армандап жатады. Ата-анаға да көрсетіп, құрбыларға да мақтануға болатындай. Ол саған терезенің астында өлеңдер айтып, гүлдер сыйлап, қосымша бонусқа математикадан үй жұмыстарын шығарып беріп жататындай. Міне, сен оны кездестірдің. Және өмірдің мәні пайда болғандай, бірақ жоқ. Мәселенің бәрі мидың шынымен бір түрлі мүше екенінде. Себебі сен өз арманыңдағы жігітіңе мүлдем қарама-қарсы жігітке ғашық болып қалуың да мүмкін. Ал оған болса да, саған да, сенің сезімдеріне де бәрібір болады.
Осы жердегі басты сұрақ, сен жақсы көретін, саған өте ыңғайлы адамнан саған сезімі жоқ жігіт үшін тәуекел еткен. Дұрыс па екен? Шешімді тек өзің қабылдайсың. Менен болса кішігірім кеңес. Егер сенің жігітке деген сезімдерің болмаса, онда оны қоя сал. Себебі сен оған жалған үміт беріп, оның өмірін құртуың мүмкін. Ал бүгінге осы. Айтылған кеңестер арқылы өз арманыңдағы жігітіңді тезірек кездестіруіңе тілектеспін. Видео ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсең болады. Жаңа видеолардан құр қалмас үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.